Tаңертең ерте оянып әже зеренің әнін естіді. Бұл олардың ең сүйікті күні болатын. Бүгін тәуелсіздік күні, менің күнім деді Сәуле секіріп. Екінші беті. Айдар, жоқ Сәуле, бұл біздің отанымыздың күні. Әже зере отан деген не деп сұрады. Әже зере күлімсіреп екеуін де құшақтап алды. Отан бұл сенің туған жерің, менің туған жерім. Бұл біздің еркін және бақытты өмір сүріп жатқанымыз, дейді ол. Кәне далаға шығып отанымызды көрейік. Олар далаға шықты. Айнала жасыл шөп, көк аспан және алыстағы Алатау таулар. Міне біздің кең даламыз, деді Айдар қолын жайып. Сәуле бір ашық қызғалдақты көрді. Қарашы Айдар, бұл гүл біздің ешкімнің рұқсатсыз өседі, деді ол. Айдар басын изеді. Дұрыс айтасың. Біз отанымыздың сияқты бұл гүлде еркін. Олар әрі қарай жүріп, бұлақтың сылдырын естіді. Бұлақ суы таза, мөлдір. Еркіндік суы осындай болуы керек, деп күбірледі Сәуле. Алақанымен су ішіп. Күн ортасында таянғанда олар үйге қайтты. Әже зере дастарханға жылы бауырсақтарды және қымызды қойды. Бұл олардың дәстүрі, олардың байлығы. Айдар мен Сәуле бауырсақты жеп отырып, бір-біріне қарады. Олар өз үйін, өз даласын, өз дәстүрлерін қаншалықты жақсы көретінін түсінді. Әже зере оларға қарап, тәуелсіздік бұл осының бәрін сақтау және мақтанышпен айту біздің жеріміз, деді. Олар күлімсіреп бірге ән салды. Тыңда біздің отан туралы әніміз, дейді.